Болашақта жасанды интеллект адамға өз өркінәсіздігін дәлелдеу үшін бар жоғы 90 минут уақыт береді. Ол үшін барлық қолжетімді деректерді пайдалануға болады. Егер бұл уақыт ішінде үлгермесеңіз, 90 минуттан соң өлім жазасына кесілесіз. Лос-Анджелес қылмысқа белшесінен батқандықтан билік қылмыскерлердің қозғалысын шектеу үшін арнайы қызыл аймақтар құруға мәжбүр болады. Осындай қатаң шараларға қарамастан күн сайын полицейлер қаза таба береді. Сол кезде үкімет жасанды интеллект негізінде жұмыс істейтін рақымшылық сотын құрады. Бұл жүйе сот процестерін айтарлықтай қысқартып, үкім шығаруға бар жоғы бірнеше сағат қана кететін болады. Осы бағдарламаның арқасында қылмыс деңгейі 68%-ға төмендеп, халық бейбіт өмірге оралады. Оқиға детектив Кристің сот залында оянуымен басталады. Экранда рақымшылық сотының жарнамасы жүріп жатады. Содан кейін Медрикс жасанды интеллект пайда болады. Ол Кристің мастығы тарқағанын айтып, сот отырысын бастауға рұқсат береді, және одан тек шындықты айтуға ант етуін сұрайды. Крис ант етеді, бірақ сол сәтте оған өз әйелін өлтірді деген сұмдық айып тағылады. Бейне жазбадан полицейлердің Кристің үйіне басып кіргені анық көрінеді. Әйелі Николь өлі жатыр, ал жанында қызы Брит отыр. Полиция қыздан мұны кім істеген сұрағанда, ол әкесін, яғни Кристі атайды. Бұған сенбеген Крис мұның бәрі жалған екенін айтады. Бұл уақытта бүкіл интернет осы оқиғаны қызу талқылап жатқан еді. Айта кетерлігі, Крис пен оның серіктесі Джак кезінде жасанды интеллект сотына түскен алғашқы қылмыскер Дэвидті ұстаған болатын. Судья Медекс Кристің кінәсін мойындағанын қалайды, бірақ ол әйелін өлтірмегенін үзілді-кесілді мәлімдейді. Алайда Медекс барлық айғақтарды тексеріп қойған. Кристің кісі өлтіруші болу ықтималдығы 98%-ды құрайды. Өлім жазасынан құтылу үшін ол бұл көрсеткішті 92%-ға дейін төмендету керек. Бұл үшін оған тура 90 минут беріледі. Заңға сәйкес, Крис кінәсіздігін дәлелдеу үшін барлық техникалық құрылғылар қосылған ортақ дерекқорды пайдалана алады. Егер уақыт бітсе, оның басына қуатты дыбыс импульсі беріліп, адам бірден көз жұмады. Таймер іске қосылып, Медекс айғақтарды тізіп шығады. Біріншіден, Крис жұмысқа сағат 8:51-де келгенмен, көліктен шықпай, бірден үйіне қайтып кеткен. Ал әйелі Николь оған есікті ашқысы келмей, тек адвокат арқылы сөйлесуді ұсынған. Бұған ашуланған Крис бейнебақылау камерасын шағып, есікті бұзып кіретте, үйде 26 минут болады. Сәлден соң үйге қызы Брит қайтып оралған. Сот медициналық сараптамасына сәйкес, Никольді оңқай адам өлтірген және бір ғана соққа жалды болған. Оған қоса, Кристің киімінен Никольдің қанының іздері табылады. Крис бұған сенбей, судьяны өтірікші деп айттайды, бірақ Медекс тек фактілерді сөйлетеді. Оқиғадан кейін Крис барға барған. Ол мұны жоққа шығарғанмен, камералар мас Кристің полицейлерден қашпақ болғанын көрсетеді. Ол тіпті көлік ұрламақшы болған, бірақ үлгермеген. Крис бұлардың ешқайсысын есіне түсіре алмайды. Судья мұны оның тым көп ішімдік ішкенімен түсіндіреді. Крис қызымен сөйлескісі келеді, бірақ ереже бойынша сотқа тек кәмелетке толғандар ғана қатыса алады. Дегенмен, телефонмен сөйлесуге рұқсат алу үшін дауыстық хабарлама жіберуге мүмкіндік бар. Қандай сөз табарын білмеген Крис Медекстен стандартты хабарлама жіберуін сұрайды. Осы кезде Кристің өткеніне шолу жасалады. Крис пен Николь осыдан 20 жыл бұрын танысқан. 3 жылдан соң олар үйленіп, тағы 1 жылдан кейін қыздары Брит дүниеге келеді. Басында бәрі тамаша еді, бірақ Кристің серіктесі Рэй қайтыс болғаннан кейін ол ішімдікке салына бастайды. Отбасының шырқы бұзылып, ақыры Николь ажырасу туралы ойлана бастаған. Хаттамаларға қарасақ, соңғы 1 жыл ішінде Крис 57 рет ашуға бой алдырған екен. Кенеттен видеолардың бірінен Крис өзі танымайтын жігітпен сөйлесіп тұрған қызы Бритті көреді. Сөйтсе қызы одан жасырын әлеуметтік желі жүргізіп, өз өмірі туралы айтып жүрген екен. Осы кезде Бриттің өзі қоңырау шалады. Крис қызына анасын өлтірмегенін, бәрі қателік екенін айтып ант етеді. Бірақ Бриттің атасы олардың сөйлесуіне кедергі жасап, тұтқаны қоя салады. Меддекс уақыттың бар жоғы 1 сағат қалғанын ескертеді. Крис серіктесі Жаққа хабарласып үлгереді. Жақ оған іске қатысты жиналған барлық материалдарды көрсетеді. Еденде біреу қорғанбақ болғандай сынған құмыра жатыр. Ас үйде қан іздері бар. Ал пышақтар жинағында бір пышақ жетіспейді. Бұған қоса, көптеген биологиялық айғақтар да Кристі нұсқап тұрған еді. Крис қоңыраулар тарихын тексергісі келеді. Себебі ұрыстан кейін әйелінің біреумен сөйлеспек болғаны есінде қалыпты. Бірақ базада ештеңе жоқ болып шығады. Крис жұмыс телефоны туралы сұрайды. Алайда Меддекс екінші телефонның бар екенін білмеген. Олар оны Кристің телефоны арқылы табады. Бұл құпия телефон үйдің жанындағы көлікте жатқан және дерекқорға тіркелмеген еді. Бұл оның қара нарықтан сатып алынғанын білдіреді. Барлық хабарламалар дәл сондай басқа телефонға жіберілген екен. Меддекс сол нөмірге қоңырау шалады.
тұтқаның арғы жағындағы адам оны бірден қоя салады. Дегенмен бұл аз ғана уақыт полицияның сигналды анықтауына жеткілікті болды. Осы жаңа деректің арқасында Кристің кінәлі болу ықтималдығы 96%-ға төмендейді. Қажетті телефон қонақ үйдің ішінен табылады. Ол жерден Патрик деген біреу шығып, қаша жөнеледі. Медекс оны дерекқордан тексеріп, оның бұрын алаяқтықпен істі болғанын анықтайды. Қуғын басталады. Алайда ол ғимараттағы камерасы жоқ дәліздерді жақсы білетін еді. Мұндай жағдайға арналған полицияның шағын дроны Патрикті шатырдан тауып алады. Осылайша олар оны ұстап үлгереді. Бірақ Патрик ештеңе істемеген, тек полициядан қорыққандықтан қашқанын айтып, ант етеді. Крис Никольдің Патрикпен қалай байланысты болуы мүмкін екен түсінбейді. Жауабы қарапайым. Патрик Кристің бере алмаған берген. Телефонда олардың кездесулерінің бейне жазбалары бар еді. Оның үстіне кісі өлтіру болған күні Патрик тоқтай жұмыста болған. Оның жұмыста болғаны бейне бақылау камераларынан нақты көрінеді. Соған қарамастан Патрикті полицияға бағынбағаны үшін тұтқындайды. Уақыт 53 минутқа азайып, ал ықтималдық қайтадан 98%. Крис бүгін Никольдің оның тығып қойған ішімдігін тауып алғанын есіне түсіреді. Ол өз дертімен күресуге тырысып, тіпті анонимді маскүнемдер жиналысына да барған. Сол жерде оған емделуге көмектескен Робпен танысқан екен. Келесі бір бейне жазбада Крис пен Рэй көлікте отырады. Олар қылмыскерді ұстауы керек болған, бірақ сол кезде Николь қоңырау шалады. Рэй күдіктіні өзі тексеріп келгенше Кристен телефонға жауап бере тұруын өтінеді. Бұл өте үлкен қателік еді. Крис жараланған Рейді көлікке салып, ауруханаға асығады, бірақ Рэй қайтыс болады. Қылмыскер ұсталғанмен сот оның жағына шығып, барлық айыптарды алып тастайды. Крис қуғын кезінде оны өлтіріп тастамағанына өкінеді, ал кісі өлтіру болған күні Крис ішімдігінің жоғалғанын байқайды. Сол үшін ол үйіне қайтып оралады. Ашу үстінде Крис Николь үшін өте құнды саналатын құмыраны шағып тастайды. Бірақ Николь сыныққа қолын кесіп алып, қанын Кристің киіміне жағып алады. Киіміндегі қанның себебі осы еді. Одан кейін не болғанын Крис есіне түсіре алмайды. Ол тіпті бәлкім оны шынымен мен өлтірген шығармын деп күмәндана бастайды. Медекс мұны анықтау үшін оларда әлі 43 минут бар екенін айтады. Крис Патрикке қоңырау шалып, Никольдің қандай проблемалар болғанын сұрайды. Патрик оның жұмыста әріптестерінің соңынан аңдуға мәжбүр болған және осыған бола қатты күйзелісте жүргенін айтады. Жұмыстан химиялық заттар жоғалғаннан кейін Крис кісі өлтіруші оның әріптестерінің бірі болуы мүмкін деп ойлайды. Алайда Медекс олардың ешқайсысы сол маңда болмағанын жеткізеді. Дегенмен Крис жақты Николь жұмыс деген фирмаға жібереді. Ал өзі барбекюде түсірілген видеоны қарап отырғанда, Медекс ол адамдардың барлығында алиби бар екенін айтуға мәжбүр болады. Крис Медекстен көршісінің камерасын тексеруді сұрайды. Қызығы сол, ол камера істемей тұрған және жасанды интеллектке оны қайта қосып, деректерін алу үшін біраз уақытқа жетеді. Бұл уақытта Крис көшедегі бейне жазбаны қарайды. Робтың көлігінде басқа адамдар да болған екен. Крис олардың кім екенін сұрағанда, Роб аттарын атайды. Содан кейін Крис қызы Бриттің бейне жазбасын көріп, уақыттың мүлдем сәйкес келмейтінін түсінеді. Ол кезде Крис жұмыста болған, сондықтан Никольді жылата алмайтын еді. Енді Брит куәгерлер қатарына қосылып, судья Медекс оған тікелей қоңырау шалуға рұқсат береді. Брит әкесін полициямен төбелескен видеосы үшін жазғыра бастайды. Бриттің атасы тұтқаны қоя салуды бұйырады, бірақ Медекс оған тыйым салады. Қазір сот жүріп жатыр, және ол сұрақтарға жауап беруге міндетті. Брит үйде біртүрлі дыбыстар естігенін айтады. Видеодан оның шудың қайдан шығып жатқанын іздегені көрінеді. Крис жертөренің есігі ашық тұрғанын байқайды, ал олар оны ешқашан ашпайтын еді. Оның үстіне видеода біреудің қолы көрініп қалады. Барбекю оқиғасы осыдан 2 күн бұрын болған. Демек, осынша уақыт бойы олардың жертөресінде біреу тығылып жатқан. Оның кім екенін тез арада анықтау керек еді. Поштада қоймаға қатысты құжаттарды біреудің қолын жасаған дәлелдейтін хаттар табылады. Осының кесірінен 300 келі химиялық зат ұрланған. Бұл заттар қызыл аймақта сатылатын заңсыз препараттарды жасау үшін қолданылады екен. Хатта Николь Докта кездесуді сұраған. Ол жерде Холт есімді қызметкер Никольден полицияға бармауын және бірнеше күн уақыт беруін жалынып сұраған. Бірақ Николь жұмыстан қуылудан қорқып бас тартқан. Крис құмар ойындарға салынған Холттың поштасына кіруге рұқсат алады. Оның қыруар қарызы болған екен, ал Роб оған қарыздарын өтеуге көмектесті. Бұл жаңалық Кристің кінәлі болу ықтималдығын 94%-ға дейін төмендетеді. Крис Робқа қоңырау шалмақ болады, бірақ байланысқа Холт шығады. Олар сөйлесіп жатқанда Медекс көшінің камерасын тексереді. Бейне жазбадан бұталарының қимылдағаны анық көрінеді. Видео толық жүктелгенше Холт химиялық заттарды Роб ұрлағанын мәлімдейді. Холт оған көмектескені үшін қарыздар болғандықтан Никольмен арадағы мәселені шешуге тырысқан. Бірақ Роб кенеттен жоғалып кетіпті. Тіпті кеше жұмысқа да келмеген. Холттың айтуынша, ол Робты соңғы рет сол барбекюде көрген. Толық жүктелген видеодан көршінің көлігінен Робтың шығып келе жатқаны анық көрінеді. Бұл ықтималдықты тағы да 93%-ға түсіреді. Уақыт небәрі 19 минут қалды.
арнайы жасақ Робтың үйіне басып кіреді, бірақ ол жерде Роб та, оның көлігі де болмай шығады. Бақылау трекері көліктің сол жерде екенін көрсетіп тұрған еді. Сөйтсе, Роб трекерді жұлып алып, үйде қалдырып кетіпті. Меддекс көлікті табуға тырысады, бірақ нәтиже жоқ. Робтың үйінен ескі фотосурет табылады. Меддекс оны ғаламтордан іздеп көреді. Ал гараждан ұрланған химиялық заттар мен бомбаны қалай жасауға болады деген кітап табылады. Осы кезде камералар қатты жылампықпен кетіп бара жатқан жүк көлігін тіркейді. Бұл уақытта Меддекс фотодағы екінші адамды тауып үлгереді. Ол жасанды интеллект сотына түскен ең алғашқы қылмыскер Дэвид еді. Сөйтсе, Роб басынан бастап сотталған бауыры үшін кек алмақ болған екен. Крис бомба тиелген көліктің тура сот ғимаратына қарай келе жатқанын түсінеді. Рөлде шынымен де Роб отырған еді, ал жанында біреу бар, бірақ кім екені көрінбейді. Крис дереу қызы Бритке қоңырау шалады, бірақ тұтқаны атасы көтеріп Бриттің далаға шығып кеткенін айтады. Дәл сол сәтте Роб қызы Бритті ұстап алған еді. Сараптамаға сәйкес, Роб жасаған бомба қаламын жартысын жойып жіберуге қауқарлы болатын. Бұл жаңалықтан кейін Кристің әйелін өлтірді деген кінәлі болу ықтималдығы нөлге түседі. Меддекс сотта аяқтауды ұсынады, бірақ Крис Робты тоқтату үшін дерекқорға кіру мүмкіндігінен айырылып қалмау мақсатында сотты жалғастыра беруді сұрайды. Меддекс оған, егер қазір сот орындығынан тұрмаса, 9 минуттан кейін үкім орындалып, өлетінін ескертеді. Бірақ Крис бұдан қорықпайды. Жасанды интеллект адамның мұндай жанқиярлық сезімін түсіне алмай, тіпті бағдарламасы ақау бере бастайды. Дегенмен олар күштерін біріктіреді. Полиция Робты тоқтатуға барын салады. Тіпті тікұшақтан сарбаздар түсіріледі, бірақ олар жүк көлігіне ілесе алмайды. Амал таусылғанда полиция Бриттің өмірін құрбан етіп болса да, көлікті жоюға шешім қабылдайды. Алайда олардың бұл әрекеті іске аспайды. Жүк көлігі сот ғимаратын бұзып кіреді. Бұл негізгі қуат көзін өшіріп тастағанмен, Кристі өлтіруге арналған хаттама іске қосылып кетеді. Бақытымызға орай, Меддекс жүйені қайта іске қосып, Кристі өлімнен құтқарып, босатып үлгереді. Крис бірден Робты іздеуге жүгіреді. Жарылысқа санаулы секундтар қалғанда, байланысқа Меддекс шығып, Робқа бауырының ісін қайта қарап, оны ақтауды ұсынады. Олардың осылай сөйлесіп жатқан сәтін пайдаланған Брит Робтың қолын тістеп алады, ал Крис оның қолындағы детонаторды қағып түсіреді. Жеңіліс тапқан Роб бауырына жала жабылғанын айтады. Крис Робтың бауырын кезінде өзінің серіктесі Жак тұтқындағанын есіне түсіріп, одан шындықты айтуды талап етеді. Жак үндемейді. Алайда Меддекс оның айғақтарды арлап, суға лақтырып жібергенін әлдеқашан анықтап қойған еді. Жак мұны жай ғана халыққа сот жүйесінің күшімен мінсіздігін көрсету үшін істеген екен. Меддекс өзінің кесірінен жазықсыз адамның қайтыс болғанына өзін кінәлі сезінеді, бірақ Крис оған: жасанды интеллектте қателесуі мүмкін, алайда бұл қателіктер саған болашақта жақсырақ әрі әділірек болуға көмектеседі деп жауап береді. Осы жерден фильм де аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы